Бүгінгі видеода қараңғы түнде жалғыз көшеде билеп, өзіне жақындаған адамның барлығына пышақпен аласұрып жүгіре кететін беймәлім адам жайлы сөз қозғамақпыз. Алдағы минуттарды бізбен өткізіңіз. Армысыздар құрметті көрермен, сіздермен Әсия. Қазақ тілді контентке қолдау көрсетіп каналға тіркеліп, лүпіл баса кетіңіз. Сіздердің қолдауларыңыз мені шабыттандырады. Ендеше баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. 2019 жылдың 22 наурызында Сербия Денес ақпараттық порталы адам назарын өзіне аларлықтай видео таратты. Видеода дәстүрлі киім киген әйел етегін жерге тигенше билеп, жалғыз өзі қараңғы түні адамға таныс емес қимылдар жасайды. Айта кетсек, әйел Сербияның Белград қаласында тұрады. Түнгі уақытта оны көре қалып, ерекше биді видеоға түсіруге тырысқандар әйелдің тосын мінезіне тап болуда. Жалпы әйелдің алғашқы видеолары тарағанда-ақ оның оғаш қимылдарына қарап күдікті нәрсені оңай аңғара аламыз. Бір видеоның артынан екінші видеолар кетіп, өзін билеуге кедергі жасаған адамға пышағын жалаңдатып атылатын әйел интернетте таралып кетті. Желі қолданушылары бастапқыда әйелді қарт кемпірге балады. Мүмкін кәріліктен алжып, жастық шағын еске алу үшін бір билеп алайын деген болар дейсің. Алайда басқа видеоларда әйелдің шапшаң жүгіргеніне қарап, оны қарт кемпір деп санай алмайсың. Әрине, интернет бұл хайптың мекені. Біреулер әдейі ұйымдастырып, қаралым жинауды көздеп жүрген болар деп те ойлайсың. Бірақ әйел бір емес көптеген желі қолданушыларының камерасына тап болып, жынды әрекеттерін жасады. Интернетте хитқа айналған әйелді барлығы талқылап кетті. Кейбір фантазерлер оны супер қабілетке ие деді. Әрине, анығын білмейміз. Айтуларынша әйел бір мезетте жоқ болып, кейін қайта пайда бола алады екен. Құзырлы органдар бұл жағдайда қайтпек? Белград халқы шулап жатыр. Түнгі уақытта әлдекім көшеге шығып, әркімге пышақ алып жүгіреді дейді. Мұндай жағдайда полиция іске көшуі керек. Бірақ видеодағы адам бейнесі анықталмаған соң әйелді табу қиынға соқты. Қаншама халқы бар Белградтан бейшіні іздеу оңай емес. Оқиғаның өрбуі 2019 жылы тоқтап қойған жоқ, әлі де жалғасуда. 2022 жылы көшелерде дәл осылай түн жарымда билеген қарт кемпір мен ересек жастағы әйелдің видеолары да тарап кетті. Тұрғындардың бірі көше ортасында билеп тұрған кемпірді түсіру кезінде аса сақтыққа көшкен екен. Балконнан білдіртпей түсіріп алыпты. Интернетте мұны адамдардың жүйкесінің бұзылғанына балап, көшеге шығып жүргендер жынды деп айтты. Мүмкін солай да шығар. Ойының осылды деген осы болар. Басында күлкі болғандар ендігі халықтың қорқынышына айналды. Мұны бекер айтып отырған жоқпыз. Белградта түнде билейтіндердің қатары көбейгеннен соң халық көшеге сақтанып шығып, мүлде түнде серуендемейтін болды. Адамдар бірінші кезекте балалары үшін қатты алаңдайды, солар үшін қорқады. Осы тұста саналы адамның басында сұрақтар туындайды. Біріншіден, бұл оқиғалардың нақты Белградта болып жатқанын дәлелдейтін айғақ бар ма? Екіншіден, барлық билегіштер неге осы Белградта? Үшіншіден, билегендердің видеоға түсіріп алғандардың камерасының неге сапасы нашар? Дамыған заман 21 ғасыр, ал мыналар болса әлі Nokia ұстап жүрген сияқты. Қоғамда видеолар тарап жатқанда кейбір адамдар бишілердің бірімен көзбе-көз жолығып қашқан екен. Байқұс сол қашқаннан ізіне түскен бикештен құтылмаған көрінеді. Оқиғаны мән жайына анықтап үңілсек, Анна есімді қыз жасөспірім секілді қызық құмар. Жас қыз мистикаға сене қоймайды. Алайда ол көбіне кино көргенде қорқынышты фильмдерге әуестік танытады. Осындай бір күндерде Анна кешкі уақытта өзінің үйреншікті ауданында отырады. Қыз өз әдетіне салып қорқынышты кино іздеуде. Кенеттен қыз өзінің үйінің терезесінен көшеде билеп тұрған әйелді көреді. Қыз еш қорықпастан әйелдің бұл бейнене қызығып, оған келемеждеп сөздерін айта бастайды. Мен де осылай билегім келеді деп терезеден айқайлайды. Билеуші әйел тоқтап, екі жақты көздер бір-біріне қарама-қарсы қадала қарап, бір минуттай үнсіздіктен соң биші әйел айқай салған күйі пәтердің темір есігіне қарай атылады. Ол есікті аша алмай ұрғылап жатқанда, ақыр аяғында есікті көршісі ашады.
Ол кісі есікті бұзақылар ұрып жатыр деп ойлап, сазайларын тарттырамын деп шыққан екен. Алайда бейші әйелді көргенде ол не істерін білмей қалады. Анна көршісінің соққыға жығылғанын естіп, қорыққаннан сасқалақтап қалады. Әйел болса пәтердің баспалтақтарымен көтеріліп келеді. Үйдің сыртқы есігіне тақалғанда әйел кілт тоқтайды. Анна да іштей тына қалып, ешқандай дыбыс шығармауға көшеді. Есік артындағы әйел Аннаның шынымен де осы үйде екендігіне іштей күмән келтіргендей. Сонда қыз түшкіріп, өзін әшкере етеді. Әйел одан бетер есікті ұрады. Анна балконға барып тығылып, өзінің сөмкесін дәлізге лақтырып, әйелдің назарын сонда аударады. Балконда жатып қалған Анна түнді сонда өткізіп, таң бозарып атқанда көзін ашады. Әйел түнімен үйді қиратып, астан кестенін шығарып кеткен екен. Анна өзінің қателігін мойындап, басына туған қиындыққа кінәлі екендігін айтты. Бұл оқиға сізді де таңғалдырғаны анық. Егер видео ұнап жатса, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Қазақ тілді контентке қолдау көрсетіп, каналға тіркеліп, лүпіл баса кетіңіз. Келесі шығарылымда кездескенше сіздермен болған Асия.